қуаныш иелері алдалаштың басын қоспаса да, алыс жақынның басын қосып, сіздердің қолдарыңызға емес, жолдарыңызға алаңдап, сыйлықтарыңызға емес, сыйластығымыз жарассын деп отырған бүгінгі қуаныш иесіне мұхиттай терең, қорғастай салмақты, жүректен шыққан ақ жарма ақ көйлегіңізді ақтара отырсаңыздар деген сұрауымыз бар, құрметті ағайындар. Мынау бүгінгі енді қазақта айтады ғой, әрқашанда осындай қуанышта үлкендерімізді, балаларымызды, мынау күйеу бала, келіндерді, апайларды алдыға салып, әрқашанда осындай үлкен қуанышымызды ақ тілекпен, ақ батамен асқақтатқан қазақпыз ғой, құрметті ағайындар. Шабыттанып, толғанып, арындайын, сөз қадірін қасиеттеп қабылдайын, жырменен өлең сөзді падишағын, алыстан босқа іздеп сабылмайын. Сөздің басын қонақтарға мен бұрайын, қошеметпен ортаға шақырайын. Билеп-билеп кәніге келіктерге микрофонды апайлары, сіңілдері, күйеу бала, бау келіндеріне ұсынайын деп ортамызға Сәния апай, Люда, Қайырхан, Жаңыл, Төкен, Күләш, Әлеке, Гүлмира, Роза, Әлібек, Бақыт, Фариза, Қарлығаш, Сеген, Майра, Қайрат, Орынтай, Еркін, Бақыт, Асылбек, Тілеубек, Жанат, Асан, Айзада, Қаураш, Нұркамал, Айдархан, Күлай, бүгінгі тойды келіңіздер, той-тойлай деп кәрігей. Бүгінгі қонақтарымыз ортаға шақырамыз кәрігей. Билеп-билеп ортаға. Қуысқандар қайда? Опа! Сұйылмасын тегіңіз, аман болсын еліміз, бұлтсыз болсын көгіңіз. Бүгінгі анамызға деген жақсылаптық бір көңіл бөліңіз. Микрофон бізден, ақ тілек сізден болсын. Қош келдіңіздер, анамыз бастап берсін.